Сүйегін сезімді еріксіз баураған, көңілдің алауы бір сен деп лаулаған, сән көркін көз тартып жүректі жаулаған. Бұзылды қайтадан көгімде сенедің назарым аялым, өмірде өзіңнен бақытты өмірім менің де. Сағынғар көңілімді көрген, саусағына сырыменен жетем жаным. Сенедің мен саған арманым, шуақты арайда таңдарым, өзіңе осы әнімді арнаттым жаным. Махаббаттың асып өткенін сырымды ұғыншы тек менің, сен едің сағындырған көктемім. Зейнеп пен Шәрипа Мәди туралы жаңалықты Қалиханға айтып береді. Мәдимен көзбе-көз сөйлесу үшін Қалихан қалаға келген. Қалиханның мұндай әрекетін естіген Жаназардың мазасы кетіп жүр. Қалихан Жаназардың жұмысын тексереді. Мәди өзінің жаңа бағдарламасының жобасын бастады. Жаназардың мал ұрлап сатып жүргені Қалиханға белгілі болды. Бірақ Жаназар Қалиханды қорқыта бастайды. Ол Шәрипаға күйеуін өлтірген адамның кім екенін айтып берген. Шәрипа, біздің үйден тағы да ренішпен кетіп бара жатырсың ау. Өкінішті. Аузы күйген үрлеп шеді деуші. Қарабас, неге ғана келген екен? Менің сізге өкпем жоқ. Қош, Шәрипа. Кешір алсаң кешір. Енді кездесеміз бе жоқ па? Қош болыңыз. Кетті. Кім еліріп кетіп еді? Кімді айтып отырсың? Кім болушы еді? Шәрипаны айтам да. Кетті келген жағына. Шынымен Шәрипа ма, жоқ әлде басқа біреу ме? Шәрипаны біреумен шатастырып жымырып па? Кеше Қалиханның сазайын тартқызып түсінген шығар өзді. Сауап болды. Құтырып кетіп өтесің. Енді кімнің алдында мақтанар?
Бұдан былай, сен де ол үйге жолаушы болма. Тапқан екен құл қылатын адамды. Ноғай сөй таң атпасын. Бір. Алло. Жұма күні сағат 1-де. Сол бұрынғы жер. Амандық жоқ, саулық жоқ. Мұны өзінше тым асығыс қой. Бұрынғы жер қай жері дейді? Не, енді есіме түсті. Балам, біз Шарипаның алдында күнәлі болып қалған жоқпыз ба? Білмей. Сіз оны ойламай-ақ қойыңыз. Қалай ойламайын? Айтқан сөз атылған оқпен бірдей. Апа, мен Шарипаның күйеуін өлтіргем жоқ. Тек оны айдалаға жалғыз жібермеуім керек еді. Демек, жазықсызбын деп айта алмайсың ғой. Жоқ, айта алмаймын. Ол жігіт айдалаға барып, құлап өлетін қайдан білейін. Шолпаннан айырылып, қайғырып отыр бұл жігітті ойлады ғой дейсің. Мен сені түсінемін, балам. Шарипаны да аяйым. Bir үйде тұрып, қорлық көрсеткен хайуанның қасымызда жүргенін қалай байқамағанбыз? Ештеңе емес, апа. Оған опасыздық жасаған адам өз жазасын алады. Әлдің апа? Стол қайда, Айбек. Стол, тез стол. Асеке, қалайсың? Қалайсың? Бұл мен жұмысым сағат 4-те бастаушы еді ғой, Асеке. Неғып екіге шақырдыңдар? Бұл жаңа бағдарлама, сондықтан түсіру керекпін. Керек болса түсіріңдер енді. Маған не дейсіңдер? Басқа операторлар жоқ па неме? Толып жатыр ғой, Жантай бар, Ербол бар, Сергей бар. Не болды сіз? Уақытым жоқ, мен қойыңызшы. Жұмыс деген жетіп жатыр. Тоқта. Не болды саған арып-барып етіп, Жоқ, онда Асеке. Не болды деймін саған, арып-барып етіп кет. Айтып түсіру керек дедім ба, түсіру керек бұны. Бұл Мәдидің бағдарламасы. Қай Мәди ол? Өзіміздің Мәди, Асқар. Тоқта, оның мүгедек болып қалды деп еді ғой. Тәуір болған екен, Мәдидің бағдарламасы бірден суға айтпайсыз ба? Өзі ол көп. 4-те, 5-те, 6-та, 7-те. Бол, жұмыс ойнап. Міне өзі. Мәди. Қош келдің, Мәди. Қалай жағдай? Жақсы. Жақсы жеттік. Өте қуаныштымыз. Қалай бауыр, жақсы ма? Кел, міне өзіңнің студияң. Сағынып қалған шығарсың. Кел. Мәди, біз сенің бағдарламаңнан үзінді жасап, басшыларға көрсетуіміз керек. Жігіттердің барлығы сені қолдап отыр. Әрине. Рахмет, жігіттер, рахмет. Онда не тұрсыз? Дайын болсаңдар, бастайық. Иә, бас. Микрофон, Алмас. Уақыт өте тығыз. Иә, келсіз, Алмас. Бол. Бәрекелді. Ал. Сәттілік.
Дайынбыз ба? Білеміз. Кеттік. Кеш жарық. Эфирде Ақжүрек әлеуметтік бағдарламасы. Сіздермен жүргізуші мен Мади Асқаров. Апа, шай ішіңіз. Рахмет, балам. Райханның орнына бір адам алып келейін. Сізге қарайтын адам керек қой. Маған әуре болып қайтесің. Өз жұмыстарыңды жасай бер. Біз келдік. Ары қарай өзім жүргізейін. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Қалай өтті? Жалпы жаман емес сияқты. Өте жақсы болды. Негізі мұндай бағдарламаны жүргізу оңай емес, бірақ өзімен айт. Маған кейін тағы бір рет көріп шығыңыздар. Рахмет. Мен жақында бас продюсермен кездессем, мәселені шешкен соң өзімнен хабарласам. Жарай ма? Ал, кездескенше. Сау болыңыздар. Рахмет сізге. Сау болыңыз. Құттықтаймын. Асықпын. Әлі бас продюсер не айтатынын білмейміз. Оған ұнау керек. Апа, қалада менің жұмысым бар. Жұмысың болса барып кел, маған алаңдама. Мен кеттім. Алло, тыңдап тұрмын. Алло, Жұлдыз, амансың ба? Әже? Қалыңыз қалай, әже, жақсы ма? Жақсы. Ауырып жүрген жоқсыз ба? Денсаулығыңыз қалай? Әкем жұмыста ма? Әкең жұмыста, мен үйдемін. Денсаулығым бұрынғыдай. Әже, көңіл күйіңіз жоқ қой. Мен барып қайтайын. Дереу Айдарға билет алдырам, жарай ма? Келіп кеткенің жақсы болатын еді. Сағындым. Үй жарығым менің. Олай болса мына құжаттар менде қалсын. Тергеу жұмыстарына керек болды. Жақсы. Қазір акт толтырып қабылдап алайын. Мына жерге қол қойыңыз. Мына жерге. Негізі бұл істің басы басталған. Егер бәрі анықталып, сол жағдайларға байланысты болатын болса,
сіздің орынбасарыңыз ұзақ мерзімге қамалады. Бізге сеніп келгеніңізге рахмет. Ал сіздің өтінішіңіз бойынша мен қайтыс болған дәрігер туралы деректерді мұрағаттан алып, мұқият қарап шығайын. Рахмет. Сау болыңыз. Алло. Ой, балам, қал қалай? Жақсы әке, өздеріңіз қалайсыздар? Бізді қойшы, өзің қалайсың? Ене ұпайғаным бар, жұлдыз ауылға кеткелі жатыр ғой. Маған тездеп билет ал дейді. Ай, қайдан білем ол кемпірді? Аман шығар. Сен өзің де келесің бе? Әке, жұма күні сағат 2-де боламыз. Күтіп аласыз ба? Ай, білмеймін, көрерміз. Жарайды, жақсы әке онда, кездескенше. Жақсы, сау бол. Райхан? Ой, Райхан! Не болды? Адамды шошыттың ғой. Ашуланба, қайта қуан. Айдар балан келетін болды. Айдар? Шын айтасың ба? Өлейін деп жатырмын деп ана Зейнеп шақырған сияқты. Өлмейді ол кемпір. Ауырдым деген алжыған ғой. Айдана, есті ашып жүрмеші. Сәлеметсіз бе? Рұқсат етсеңіз. Кіріңіз. Мадияс қарап осында тұра ма екен? Иә. Ол кісіні шақырып берсеңіз. Қазір. Мәди, саған келіп тұр. Кім? Білмеймін. Сәлеметсіз? Сәлеметсіз бе? Мадияс қарапсыз бе? Иә. Мен автосалон өкілімін. Кеше біздің автосалоннан сіздің атыңызға арнайы көлік сатылып алынды. Рұқсат етсеңіз, көлік құжаттарын өзіңізге табыстайын. Міне кілті. Көлікті аулаға алып келіп қойдық. Тек қана қолмен басқаруға арналған. Дәл қазір айдайын десеңіз де болады. Берген қойсаңыз. Оны маған кім сатып алды? Білуге бола ма? Өкінішке орай мен сізге оны айта алмаймын. Есемізден аламыз ба? Алу керек шығар. Сенің жүргізуші куәлігің бар. Өзің айдайсың. Рахмет. Мына көлік құжаты. Сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыз. Жақсы. Сау болыңыздар. Рахмет. Менің ойымша бұл көлікті саған қалиханаға алып берді. Қалай ойлайсың? Мүмкін ризалығымызды білдіріп алмай қою керек еді. Неге олай дейсің? Алғысыңды Аллаға айт. Саған көлік керек ма дей. Қалихан ағайға рахмет. Бір сыйлығым бар деген осы шығар. Көреміз бе? Қайда тұр? Аулада. Ұнай ма? Да көлікке мініп менен қашып кетпейсің бе? Мен бе? Сен қашып кетпесең, мен сенен ешқашан қашпаймын. Енді мына көлікті айдап үйрену керек. Алло, мам. Жақсы. Сіз әлі ауылдасыз ба? Онда біздің үйге келіңіз. Біздің бір жақсы жаңалығымыз бар. Жарайды.
Қаяққа бара жатсың? Саған әлет. Жүрші, жүрш! Бірінші. Байлақта. Әне өзі де көрінді. Бұйрықты күтіңдер, жігіттер. Алло, Жәке. Иә, Тоғжан, тыңдап тұрмын. Қалиханның шаруашылық құжаттарын прокуратура сұрап жатыр. Соны сізге айтып қойын деген. Сау болыңыз. Әкем өзін тосып болам деген сияқты едік. Біздің келетін уақытты да білетін. Неғып келмеді екен. Бір жұмыстары шығып қалған шығар. Аман есен жеттік қой әйтеуір. Иә. Айтпақшы, Әйгерім үйіне жетті ме екен? Қазір мен хабарласып көрейін. Райхан! Райхан! Райхан дейм! Не болып қалды? Түрің өрт шыққандай. Айғайлайсың. Жағдай өрттің де жаман болып тұр ғой. Тез бұл жерден кетуіміз керек, бол. Қайда кетуіміз керек? Қайда болса сонда кетеміз. Не болып қалды соншама, түсіндірсеңші. Қалихан, менің үстімнен арыз жазған сияқты. Кеше ғана сазайын бердім. Енді тыныш жүреді деп едің ғой? Дедім. Бүгін маған ана Тоғжан хабарласты. Бүкіл құжаттардың барлығын прокуратураға сұрастырып жатқан көрінеді. Бұл тегін емес. Сондықтан бол жинал. Тез кетеміз. Ойбай-ау, мына үй жайымызды кімге тастап кетеміз? Үйге кім тиіседі дейсің? Шамамызда кетеміз. Бол тезірек. Таң басылғанша басқа жақта болуымыз керек. Тынышталса, қайтып келерміз, болмаса тағы көре жатармыз. Сен керек заттардың барлығын жинастыр. Мен тағы бір шаруам бітіруім керек. Бол, не қылып тұрсың? Тезірек жинал. Бол, тез. Қалың қалай жан? Амансыңдар ма? Сағынып кеттім ғой сені. Рахмет. Қалайсыңдар? Өсіп атсыңдар ма? Иә. Аулада кімнің көлігі? Біздің жақсы жаңалығымыз осы. Мәдиге арнайы сатып алынған. Қолмен басқарылады, өте ыңғайлы. Киіп алыңыз. Құтты болсын. Көрімдігім менен жаным. Кім алып берді мұны? Білмейміз, Қалихан ағай деп отырмыз енді. Кім? Қалихан ағай. Ана жол келіп, Мәдимен сөйлесіп кеткен. Мәди қайда? Мәди үлкен білмейді. Жүріңіз. Саламатсыз ба? Қалың қалай, Мәди, амансың ба? Рахмет, жақсы. Қалдарыңыз қалай? Не жаңалығың бар? Осы... Мәди, сен мамаға түскен
бағдарламаңды көрсетсеңші. Мен барып шай дайындаймын. Бұл бағдарлама әлі толық түсірілген жоқ қой. Мейлі. Түбінде бір түсіріледі ғой. Жарайды, онда өзім түсіремін. Мәди, сыйлықтарыңды көрдім. Бірақ оны сендер алған адамның өзіне қайтарып беріңдер. Неге? Ол адамнан ештеңе алудың қажеті жоқ. Түсінбедім сізді. Айдана саған әкесінің қайтыс болғанын айтқан шығар. Я, ол кісі дәрігер болған екен. Ауылдан жаяу келе жатып байқаусызда құлап қаза тапты деген. Байқаусызда емес. Мен бұл шындықты кеше ғана естідім. Оның өліміне кінәлі Қалихан. Сол күні Қалиханның әйелі Шолпан босанып жатып көз жұмған. Дәрігерді кінәлап ұрып соққаны дұрыс па? Егордада Айданам жетім, мен жесір болып қалдым ғой. Мам! Айдана! 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 Айдана, жаным. Не болды? Айдана! Не болды? Не болды? Айдана! Шыда, кішкене шыда енді. Жаным, не болды? Шыдай ғой, жаным, шыда. Телефон қайда? Телефон қайда? Айдана! Оят тұр, жаным. Әже, әке, біз келдік. Бәрі қайда еткен? Дұрыс қой. Шынымен, ешкім жоқ қой. Әке. Әже? Айдар, сен ешқайда кетпей тұра тұршы. Біртүрлі болып тұрмын. Жақсы. Әже? 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 Жарығым, келдің бе? Әжетай! Canım öңім бәлде түсім бе? Алтыным. Әже, сен емес, мен келдім. Қалай өсіп кеттің бе? Түріңде өзгеріп кетіпті. Уайымдап жүрген жоқсың ба? Шыныңды айтшы. Жоқ, әже. Уақыт қайғын емдейді екен. Мен тек оқуды ойлап жүрмін. Дұрыс құлыным. Оқығаның дұрыс. Болашағыңды ойла. Өміріңді ойла. Ауырмайым дегенге ауру қоям екен. Bir gün ауру, bir gün сау. Райхан апай келіп жүрген жоқ па? Көрінбейді ғой. Жоқ. Ол көп болды келмегелі. Үйінде өзіңді жұмыс толып жатқан шығар. Әкем жұмыста ма? Иә. Ол ерте кетеді жұмысқа. Жұмысы көбейіп жүр ғой деймін. Сен келетіңді әкеңе айтпап бедің. Жоқ. Қап. Мен біледі екен деп қалыппын. Әйтпесе айтатын едім. Айдар, әкесі хабарласып айтты. Ол кісі ештеңе айтқан жоқ па сіздерге? Жоқ. Жаназарға біздің келетін уақытымызды да біледі. Жаназар әкең екеуі ренжісіп қалған. Қазір араласпайды. Райханның да бізге келмейтіні сондықтан. Сонша жыл араласып ұрысқандар несі?
Жұмыс бабымен ұрысты ма? Жоқ. Жаназар бізге қатысты маңызды шындықты жасырып қалған. Ол қандай шындық? Мен жасырды, әже. Әжеу. Қалай айтсам екен? Мәди тірі екен. Мәди? Тірі? Қалай, әже? Ол ауруханада ес-түссіз біраз жатыпты. Сосын жазылып шыққан. Бірақ мүгедек болып қалыпты. Соны бізден жасырған үшін әкең онымен ұрсып қалды. Не үшін жасырды, әжеу? Мүгедек болса да өзім қарар едім ғой, әже. Не үшін Жаназар аға бізден жасырды? Сенің қасыңда Мәдиді емес, Айдарды көргісі келді. Сол үшін өлім аузында жатқан Мәдидің жағдайын бізге айтпай қойған. Айдар. Айдар! Жұлдыз. Жұлдыз. Не үшін? Келші. Әже! Жарығым. Қайда жиналып жатырсыз? Мама. Аланам! Қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Жақсы, балам, жақсы. Мына сіз қайда шықтыңыздар? Бізге кету керек. Қайда? Жайшылық па? Әкең қиналып кетті. Қиналған несі? Қалихан мен Жаназар екеуі ұрсып қалды. Солай деңіз. Қалихан Жаназардың артынан арыз жазып қудалап жатыр. Енді бүкіл құжаттардың бәрін тексереді екен. Енді қайда кетеміз сонда? Білмеймін. Әкең жинал деді, жиналып жатырмыз. Оны әкеңнен сұра. Қазір өзі де келіп қалатын шығар. Ол кісі қайда кетті? Білмеймін, бір жаққа барам депті, шығып кетті. Мәдидің тірі қалған. Айдарды білуші ме еді? Әрине біледі. Ауруханаға барған сол ғой. Жұлдыз, қайда барасың? Мен қазір келем.
Бардайық. Большой. Ой. Сен неғып тұрсың ай берген? Берген ана бұзауларды. Нейлерді шыға деймін? Үртуй! Мына! Мен ана! Ай! Жігіттерді оят дейм бәрін шақыр! Мен Қалиқанға өзім барып берем! Сағыныш көтерген араны хақаны өзіңнен бөгеткен жұлдызды сақалдай сол сәттен жүрегім қуаныштан